Батыр Жәнібекұлының туғанына 320 жыл толуына орай Ұлы дала батырлары атты дәстүрлі халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция аясында ұйымдастырылып отырған Қожаберген батыр ісі атты көрменің салтанатты ашылуына қош келдіңіздер. Құттықтаушы филология ғылымдарының докторы, профессор, әскери тарихи музейінің ғылыми кеңесшісі Баршаубай Сартқожаұлына беріледі. Қошеметтеріңіз. Қош келдіңіздер. Енді қазақтың тарихы 2000 жыл, 3000 жыл деп айтып жатамыз. Осы тарих мына халықтың, ұлттың, батырлардың тарихы. Жай бір шенеуніктердің, көсемдердің, басшылардың тарихы емес. Сондай бір ұлы адамымыз Қожаберген батырдың 320 жылдығын тойлағалы келіп отырмыз. Осы келіп отырған қонақтарға, достарға, барлықтарыңызға рахмет айтып, осы үлкен тоймен құттықтауымыз келеді. Ал енді осы батырдың тарихын туралы біз көп нәрсені айтуға болады. Қазір конференцияда біраз нәрселер айтылатын шығар деп ойлап отырмын. Негізгі бұл кісінің енді ең үлкен еңбегі, бұл кісінің еңбегі. Сол 18 ғасырдың соңғы ширегіндегі мына қазақ жерінің шығыс шекарасын қорғау мәселесіне кеп тіреледі. Үлкен сенімді серігі Қожаберген батыр. Енді осы Қожаберген батыр атамыздың 350 жылдығы жылдығына жиналып отырған үлкен себебіміз бүгінгі күнде сол шекара, сол жер, сол ата мекенді қорғау мәселесі. Бұл ұлтты қорғау, ұлттығын қорғау деген сөз. Осындай үлкен ұлы жиынға жиналып отырмыз. Батырдың ұрпағы, асылдың сынығы Құрмет Нұрсұлтанұлына беріледі. Батыр бабамыздың ұрпақтары, алыс жақыннан келген ағайын туыстар, елорданың қонақтары барлықтарыңызға бабамыздың 320 жылдық мерейлі мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Бүгін Астананың аспанында Батыр бабамыздың рухы асқақтап тұр. Осы Батыр бабамыз елге танытуға үлкен үлес қосқан ғалымдарға, әсіресе Бақытжан хан бастаған ғалымдарға, сонымен қатар осы істің басқасында жүрген әскери музейдің жетекшілеріне, қызметкерлеріне және бейсен бастаған азаматтарға мыңда бір алғыс. Батыр бабамызды тірілтіп, өшкеніміз анып, өлгеніміз тірілгендей болып тұр. Тойларыңыз құтты, мерекелеріңіз құтты болсын ағайындар. Батыр бабамыздың рухы барлығымызды жебеп жүрсін. Той құтты болсын. Рахмет. Батыр ісі атты көрменің салтанатты ашылуын тамашалауға уақытша көрмелер залына шақырамыз. Қарсы соғыста Абылай хан бастаған қазақ батырларының сарбаздардың ішінде экспозицияда Қалмақбайұлы Омар және де Тұманұлы Үмбеттің жеке заттары көрсетілген. Бұл Құран кәрім және де пайғамбарлар тарихы кітабы, басқа да жәдігерлер қойылған. Енді Қалмақбайұлы Омар бұл Қожаберген батырдың алтын шаңырағы. Батыр Қанжығалы Бөгенбай батырдың шәкірті.
Абылайханымыздың келешегі болған үшін өте құнды болып табылады. Оның Конференция басталайын деп жатырсыздар. Сіздерге көрсете зиялылары, келген қонақтар, конференция жұмысын бастаймыз. Сабыр етіңіздер, жайғасыңыздар. Біз бір жылдан бері елбасымыздан бастап рухани жаңғыру деп еліміздің бұрынғы кейінгі тарихын түгендеп тәуелсіздік мұраттарын айқындап жатқан жағдайымыз бар. Бұл әрине өте маңызды шара. Бұл бір ғана ғалымдардың немесе билік басындағы азаматтардың ғана жұмыс емес, ел болып бірлікте атқаратын елдік жұмыс. Бұған байланысты қызмет етіп жатқан бастамашыл ғалымдар, азаматтар, соның ішінде елшіл азаматтардың еңбегін, жан-жақты еңбегін ерекше атап өтуіміз керек. Өйткені 80 жылдардың аяғынан бері тәуелсіздіктің атмосферасы жасалатын кезден бері көп жұмыстар жасалды. Егер сыртымыздан біреу бақылап, осы қазақтар, қазақ елі не жасады, не бітірді деп айқындап, соны тізбелеп отыратын болса, әжептәуір жұмыс жасағанына көз жеткізер еді. Өздеріңіз білесіздер, алаш зиялылары ақталды. Олардың еңбегі халыққа жетті. Том-том болған еңбектерін тіпті бұлай атқарушы билік басындағы азаматтар түгіл, ғалымдар да оқып үлгермей жатыр. Бұл да бір маңызды мәселе. Екінші, біздің шекарамызды анықтаған, еліміздің бірлігі, жеріміздің тұтастығы үшін өмірін пида еткен, шәйіп кеткен бабаларымыздың орны анықталды. Әлі күнге дейін анықталып жатқан жағдайы бар. Осы үлкен аяда біздің Қожаберген батырдың еңбегі тұғыры асқақтай түседі. Биыл өздеріңіз білдіңіздер, осы мынау әскери музейде бірнеше шарасы өтті. Ол Қожаберген Жәнібекұлының 320 жылдық болғанына 320 жылдығына арналды. Белгілі ғалым, түркітанушы, Қытай синолог Бақыт Еженханұлының тамаша кітабының тұсауы кесілді. Бұл Қожаберген танудағы үлкен биік еңбектердің бірі деп қабылдап отырмыз. Ал енді бүгінгі конференцияның да негізгі атауы мынау ұлы дала батырлары деп аталады. Қожабергеннің тағы да бір парықтап, тағы да бір оның тұлғасына деген өзіміздің ыстық ықыласымызды білдіргіміз келеді. Ал енді Қожаберген деген атау, Қожаберген деген ол кісінің аты ұранға айналған ат. Өздеріңіз білесіздер, Толыбай ұлы Қожаберген, Жәнібекұлы Қожаберген, мынау Керей атамыздың үлкен сала-сала ұрпақтарының үлкен бастауы болған тұлғалар. Кеше ғана еліміздің солтүстігінде Қызылжар қаласында Қожаберген батырға арнайы үлкен ескерткіш орнатылды.
үлкен ғылыми шара өтті. Осында отырған азаматтар сол жерде баяндама жасады. Ал енді Жәнібек ұлы Қожабергенге байланысты шаралардың бұл біріншісі және соңғысы емес, бұған байланысты үлкен жоспарлар бар. Бастамашыл азаматтар осының бәрін соңына дейін орындаймыз деп отыр. Бұл енді істің ауқымы өте шекарасы кең. Баяғыда айтады екен, анау Анадолудан бастап Самарқандқа дейін, Самарқандтан бастап анау Сібір далаларына деген секілді сондай аумақта үлкен жұмыстар атқарылып жатыр. Сондықтан мен осы Астананың ғылыми саласының өкілі ретінде сол азаматтардың бәріне де рахметімді, ризашылығымды айтамын. Ғылыми топтың атынан бір шапалақ ұрып қоямын. Сондықтан енді конференция жұмысын бастаймыз. Конференциямыз сәл кішкене ғана кешігіп басталып жатыр. Конференцияны сөйлейтін азаматтардың бәрі білікті, өз саласын айқын аңғаратын азаматтар. Біз сол конференцияны мұнда отырған азамат, менің жанымда белгілі ғалым Шоқан Уәлиханов атындағы тарих және этнология институтының директоры, қоғам қайраткері Зиябек Ермұханұлы Қабылдин екеуміз жүргізіп отырамыз. Ал енді сөйлейтін азаматтардың барлығынан да сұрайтынымыз регламентті сақтаса, негізінен ұсыныстар айтып, ойын жинақтап айтса деп ойлаймыз. Әрине, нақты білетін, үлкен осы саланы зерттеп жүрген Бәкең секілді, Бақти Жақантұл секілді азаматтардың енді ол кісілерге еркінірек уақыт береміз. Сол қалғанын бәрін жинақтап, уақытымен аяқтасақ деген ойдамыз. Келесі сөзімен құрметті ағайын туыстар, елдің шешуімен, елдің тілегімен бүгін осындай үлкен халықаралық деңгейде өткен конференциямызда қос модератор болады деген сондай шешім қабылданыпты. Әлгінде біздің конференцияны бастап берген Лев Николаевич Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің проректоры, профессор, биология ғылымының докторы, Қазақстан ұлттық академиясының академигі, белгілі алаштанушы, сонау 90-шы жылдарда омбылық мықты алаш зиялыларын зерттеген Смағұл Садуақасұлы, Көшке Кемеңгерұлы, Айрекең Болғанбаев азаматтарды зерттеген белгілі алаштанушы Ихан Қамзабекұлы, соны естеріңізге салып қояйын. Бірінші кезекте алғы сөз Берік Әбдіғалиұлы бауырларымыз жасайды. Қазақстан Республикасы қорғаныс күштері әскери тарихи музейінің бас ғылыми кеңесшісі, саясаттану ғылымдарының кандидаты. Музейдің жыл сайын дәстүрлі ұйымдастырылатын конференциясы арнайы батырлар феноменіне, соның ішінде мына Қожаберген батырға арналып отыр. Ұлы дала батырлары жалпы біздің бүгінгі даламыздың осы ұлы болуы, ұлан байтақ болуы әрине батырларға байланысты. Ең бірінші кезекте. Елімізді сақтап қалған бүгінгі күні осындай қанша жаңағы жан-жақтан жау келсе де елдің ерлік көрсетіп, әлі дейін осы батырлық рухы біздің елімізде бар. Бүгінгі күні біздің рухани жаңғыру бағдарламасы аясында мен жаңа әскери музейде ғылыми кеңесші қызметін атқарамын. Сонымен қатар Қазақстанның киелі қасиетті жерлерін анықтайтын орталықта да қызмет етемін, өздеріңізге белгілі. Бүгінгі күні Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы, былайша айтқанда әрбір өңірлердегі қасиетті киелі жерлердің тізімін, картасы жасалып жатыр. Үлкен кітаптар шығып жатыр. Соның аясында мен арнайы айтып кететін, бүгінгі 80-ге жуық қасиетті киелі жер деген осы батырларға арналған, батырлардың жатқан жеріне арналған. Өйткені халқымыз әлі дейін, бүгінгі дейін осы қасиетті жерде осы батырлардың жатқан жеріне тағзым етіп, құрмет көрсетеді. Ол тек қана бүгінгі мына жоңғар шапқыншылығынан басталған батырлар емес, мына соңғы күнге дейін 19 ғасырдағы ұлт азаттық көтеріліс, Кенесарының қарамағындағы батырлар, оңтүстікте Хиуаға, Қоқанға қарсы шыққан батырлар, солтүстіктен Орыс империясына шыққан қарсы батырлардың жатқан жерлері. Өкінішке орай біз кезінде осыған көңіл бөлмеген бодандық заманда көптеген батырлардың жатқан жерлерін ұмытып кеткенбіз. Кеше ғана міне 1860-70 жылдары қайтыс болған батырлардың жерлерін әлі таба алмай келе жатырмыз. Халық ұмыттырып жіберген.
басына барып тағзым келетуге тыйым салынған, өйткені олар кезінде сол бодандыққа, колониалдық билікке қарсы шыққан батырлар. Сондықтан бүгінгі күні міне ел болып осы батырларын түгелдеп келе жатырмыз. 80 дегенде өткенде кісілер айтып еді, батырлар көп болып кетті ғой деп. Батырлар ешқашан бізге көп емес. Батырлар осындай ұлан байтақ, сол батырлардың арқасы, керісінше ол аз әлі. Қаншама біздің батырларымыздың жатқан жерлер белгісіз. Атадан қазір іздеп, аңызды іздеп, қай жерде жатыр деп төбені іздеп жатыр. Қаншама далада бізде иесіз жатқан бейіттер бар. Әліге дейін кім жатқанын толық білмейміз, өйткені ұрпақтан ұрпақ байланып жоғалған. Рухани жаңғыру деген сол ең бірінші кезекте осы дәстүрді қалпына келтіру. Осы барлық бабаларымыздың жатқан жерлерін түгелдеу, соларға байланысты аңыздардың аттарын шығару. Сондықтан міне бүгінгі күні ұйымдастырушыларға, әсіресе міне Қожаберген батырдың ұрпақтарына, сол батырдың бүкіл жәдігерін жаңағы сақтап жүрген, еңбегін зерттеп жүрген әріптестерімізге мындай бір алғыс. Өйткені дәл осылай әрбір батырымызға осындай конференция ұйымдастыруымыз керек. Әрбір батырымызға осындай зерттеу кітаптар шығаруымыз керек. Халық оны білу керек, әсіресе жас ұрпақ білу керек. Сол арқылы біз батырлық рухты оятамыз. Бүгінгі күні қазақтар батырлық рухқа мұқтаж, жалтақтамайтын, намысы бар, көзі ашық, көкірегі ояу батырлар бүгінгі күні. Батырлық рух бізге жетіспейді. Бәріне көнбіс, бәріне жаңағындай намысымызға тиетін өзі бәріне көніп отыра беретін өкінішке қарай сондай заман болды. Тілімізде, мәдениетімізде мысалы айтқанда көбінесе осы батырлық рухтың жоқтығынан. Әрине арамызда батырлар бар. Сондықтан осындай батырлармен басқа жас ұрпақтарды өсіп келе жатқан тәрбиелеу керек. Сондықтан конференцияның жұмысына сәттілік тілеймін. Рахмет. перзенті Бекзат басқарып отырған білесіздер. Сондықтан да біз регламент бойынша жүріп отырамыз. Келесі сөзді Қахрамандар Республикалық қоғамдық қорының президенті, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, заң ғылымдарының кандидаты Қасымов Сабыр Ахметжановна береміз. Қымбатты бауырлар, ең алдымен Ұлы Дала батырлары бағдарламасын қабылдап, іске асырып жатқан үшін біздің еліміздің қорғаныс министрлігіне, сондай-ақ конференцияны ұйымдастырушыларға өз ризашылығымды білдіргім келеді. Бұл бағдарлама өз деңгейінде іске асырылған жағдайда, оның тәрбиелік маңызы да, ғылыми және саяси маңызы да орасан зор болмақ. Осы тақырыптағы іс-шаралар тұрақты түрде жоғары ғылыми деңгейде ұйымдастырылып, өткізіліп тұрса жөн болар еді. Қахармандар қоры бұл мәселеде қашанда ынтымақтасуға дайын. Қазақстан мемлекеттік тәуелсіздік алғанға дейін қазақ халқының шынайы және толық тарихын жаза алмады. Соңғы ғасырларда біздің тарихымызды биліктің қас-қабағын баққан тарихшылар Ресей империясының, соңынан Совет империясының жылнамашылары өздерінің отаршыл саясатын ақтау мақсатында өздерінің геосаяси тактикалық мүдделеріне орай жазылды. Әсіресе қазақ халқының ұлт-азаттық күресін жазу мен суреттеу ерекше бақылауға алынды. Осындай күресті басқарып, халықты отарлауға қарсы көтерген біздің қаһарман батырларымыздың ерлік істерін, қоғамдық саяси қызметін шынайы жазып, суреттеуге толықтай тыйым салынды. Не болмаса, олар империялық саясаттың мүддесіне орай бұрмаланды. Тіпті бұл қаһармандар мемлекеттік қылмыскер деп те жарияланды. Ал осы тақырыпты зерттеп, нақты мән-жайлар мен қаһармандардың ерлігін жазуға бел буған зерттеушілер, жазушылар, тарихшылар мемлекет тарапынан қудалауға ұшырады. Бұған көрнекті тарихшы ғалымымыз Ермұхан Бекмахановтың 25 жылға сотталғаны жарқын мысал бола алады. Біздің одан басқа көптеген патриот зерттеушілеріміз де әртүрлі жазаға ұшырады. Сондықтан да нағыз халық қаһармандары, Ұлы Дала батырларының ерлігі
мемлекеттік және ғылыми тұрғыдан арнайы жүйелі зерттеуді талап етеді. Бұл жұмысты үкімет парламент деңгейіне көтеріп, оны ұйымдастырушылық және қаржылық қолдаумен қамтамасыз ету қажет. Себебі біздің өңірлерде әлі ресми түрде толық ақталмаған, ұлықталмаған батырларымыз бар. Идеологиялық, ғылыми, рухани және саяси майданда күрескен қаһармандарымыз да ұлы дала батырларына жатады. Өкінішке орай бұрындары тіпті тәуелсіздік жылдары да өз өмірін Қазақстанның азаттығы мен тәуелсіздігі, жеріміздің аумақтық тұтастығы үшін күреске арнаған қаһарман батырларымызды саяси, құқықтық, ғылыми, идеологиялық ақтау, олардың ерлігі мен батырлығын мәңгі есте қалдыру әрдайым мемлекеттік саясаттың басым мәселесі болып табылмады. Дегенмен қазір ел президентінің рухани жаңғыру бағдарламасының шеңберінде осындай олқылықтардың орнын толтырып, кемшіліктерді түзеуге мүмкіндік туып отыр. Осыдан 3 күн бұрын, жаңа Тәкен айтқандай, мемлекет басшысының билік партиясы бойынша, яғни Нұр Отанның бірінші орынбасары Мәулен Әшімбаев Қызылжарда үлкен Қожаберген Толыбайұлының ескерткішін ашқан кезде, оның мемлекеттік қайраткер, қолбасшы жоңғар шапқыншылығына қарсы күреске идеологиялық дем беруші, халық басына күн туған кезде қазақ халқын біріктіруші ретінде қызметіне зор баға берді. Бұл да біздің халқымыздың ұлы перзентіне білдірілген үлкен құрметтің бірі болды. Құрметті конференцияға қатысушылар, біз бүгін конференцияда екінші кіші Қожаберген Жәнібекұлына жоғары ғылыми тарихи, ғылыми саяси баға береміз деп сенемін. Ол да қазақ халқының бір емес, бірегей ұлы батыр қаһарманы. Ол үлкен Қожабергеннен 35 жас кіші және өзінің отанымызды қорғау жолындағы ерлік істерін басқа уақытта еліміздің шығыс аймағында жасады. Қазіргі уақытта құжаттар жарияланып, ескерткіш қойылып, кітаптар шығып жатыр. Біз соған қуаныштымыз. Бақыт Еженханұлының, Досан Байболдаұлының кітаптарымен таныстым. Досан үніммен пікірлестік. Екі Қожабергенде жоңғар басқыншылары мен Цин империясына қарсы қарулы күресті басқарған қолбасшы қаһармандар. Олардың екеуінің де мақсат мүддесі бір. Ол өз отанын, Қазақстанды, қазақ жерін қорғау. Олардың биік рухы, отанға деген риясыз сүйіспеншілігі, елімізге сіңірген қызметі, батырлығы бүкіл қазақ халқына, бүкіл Қазақстанға ортақ мұра, үлгі. Олардың ерлігі мен есімі олардың ұрпақтарына ғана емес, бүкіл халқымызға тиесілі. Олардың батырлық даңқы жер жүзіндегі әр қазаққа, тәуелсіз Қазақстанның барша азаматтарына мақтаныш етуге жетеді. Сондықтан да біздің осындай бүкіл қазаққа ортақ қаһармандарымызға баға беріп, олардың ерлігі мен есімін дәріптеген кезде жершілдікке, не рушылдыққа салынып бір жаққа бұра тартпай, шынайы ұлттық мемлекеттік тұрғыдан қарайық. Кейбір жеңіл пікірге ермейік ағайын. Жалпы біздің рулық санадан ұлттық санаға өтетін кезіміз келді. Әйтпесе, ұлтымызды ішкі дағдарысқа апаруымыз мүмкін. Мен бүгінгі конференцияға қатысушыларға бірлесіп нәтижелі іс тындыру, мазмұнды баяндамалар жасап, қажетті және пәрменді қарар қабылдауға тілеймін. Іске сәт, назарларыңызға рахмет. Күндерде жұлдызсыз айсыз түндер, бүгінгі көп көсемдер сұраймын, сонда қайдетті. Сол көтерілістің ғылыми заңдық негіздерін айқындап,
талай азаматтардың сол әділдік жолындағы басында өзінің азаматтық құқын да айқындап берген осы Сабыр Қасым ағаларыңыз еді, бауырларыңыз еді. Рахмет айтып бір қол шапалақтап қояйық. Әлі күнге дейін сол идеяға беріп, қаһармандар деген қоғамның қолында мақсаты сол қазақтың тарихының ақтаңдақтарын ақтау, бүгінгі мықты азаматтарымыздың тарихын, біз бүгінгі күннің тарихын еліміздің кейін айтамыз. Келесі сөзді сонау Монғолия елінен көпірін қоқиып отырған Баян өлке қуанған бауырымызға береміз. Мықты азамат. Және Батыр бабамыздың алыс жұрттан келген ұрпақтары, сіздерге Батыр бабамыздың ақтуы сақталған Монғолиядағы қазақ диаспорасы өкілдері атынан жалынды сәлем жолдаймын. Сонымен қатар, сіздерді бүгінгі Қожаберген батырдың 320 жылдығына арналған Ұлы Дала батырлары атты халықаралық ғылыми тәжірибелік конференцияның ашылуымен құттықтаймын. Біз шетелде өмір сүріп жатқан қазақтар атамекенде болған әрбір жаңалыққа қуанып марқайып отырамыз. Әсіресе елбасының рухани жаңғыру бағдарламасы біздің мерейімізді өсірді. Бүгінгі конференцияда осы бағдарламаның нәтижесінде 18 ғасырда қазақ елінің тәуелсіздік жолындағы ұлт-азаттық қозғалыстың барлық шайқастарына қатысқан көшбасшы көсемдердің бірі Ақтулы Батыр Сардар Абылай ханның сипатшылығымен барадақ саясатын жүзеге асырушы, мәмлегер, елші, дипломат, есімі Чыбарайғы ұранына айналған тұлғаны ұлықтау іс-шарасы жүзеге асып отыр. Қазақстан Республикасының әскери тарихи музейінің Қожаберген батырдың 320 жылдығын атап өту бастамасын батыр ұрпақтары, батырдың ақ туын сақталған әулие, тіпті бай өлке қазағы зор қуанышпен қабылдадық. Осы шара барысында ата жұртта басталған істі қолдау мақсатында батырдың ұрпақтары Қожаберген батыр атындағы қорды құрдық. Осы қордың алға қойған мақсаттарының бірі батырды ұлықтап ұрпақтарға үлгі ету болатын. Биылғы жылы 29 қыркүйекте бай өлке аймағы орталығына Қожаберген қорынан ұйымдастырып, Чыбарайғы руының ұрпақтарының қаржылық қолдауын орнатқан ескерткіштің ашылу салтанаты болып, балуан күрес, ат жарыстырып, ұлан асыр той жасалды. Бұл іс-шаралар ақпарат құралдары арқылы халық көпшілікке таныстырылды. Батыр бабаның портретінде Қожаберген қоры арнайы сыздырған болатын. Сол сурет осы конференцияның барлық құжаттарында жарияланды. Осындай іс-шара ұйымдастырған әскери тарихи музей ұжымына және тарихи деректі кітап жазған ғалым Бақыт Еженханұлына алғысымыз зор. Ризашылық білдіреміз. Бүгінгі конференцияның іс қызметінен табыс тілеймін. Батыр бабамыздың рухы барлықтарыңызды қолдай берсін. Рахмет сіздерге. Енді сөз соңында жаңа көрмені тамашаладық. Біз Қожаберген батыр бабамыздың суретін сыздырғанбыз, оны алтын ала біз музейге тапсырғанбыз. Бүгін енді осы ескерткіштің суретін осы әскери тарих музейінің бастығы Перизат Ақселеуқызына тапсыруды рұқсат етіңіздер. Қожаберген батыр Жәнібектің 320 жылдығына орай Монғолия Баян-өлке аймағында батырдың ескерткіші орнатылды. Қожаберген қоры 2018 жылы 9 айының 29 Өлгей қаласы. Сәлем жолдап, осы конференциядан табыс тілеген тақсырға хабарлап қояйын. Енді сол аймағы басшылар атынан 1,5 адамдарға сый сияпат көрсеткен, соны табыс етуге рұқсат етіңіздер. Баян-өлке аймағының іс басқару орнының құрмет белгісімен, аймақ әкімінің шешімімен Перизат Ақселеуқызы ханымға сый сияпат көрсеткен, осыны қайталап шақырайын. Қымбатты Перизат Ақселеуқызы, сізді аймағымыздың дамысына қосқан үлесіңізді жоғары бағалап, Баян-өлке аймағының құрмет белгісімен сыйладым.
Байөлбе аймағының әкімі Айып Қызымхан. Үшті 20 жылдық мерейтойына орай тарихи көптеген деректерден кітап жазған Бақыт Еженханұлын да аймақ әкімінің құрмет медалымен сыйлаған табыс етейік. Сау болыңыз. Көмектескен батыр бабамыздың ұрпағы Құти Сұлтан Сейіт қызы апайымыз шақырды. Азаматы наградасына сыйлаған бұл құрметті Құти сізді аймақ Азаматтар өкілдері құрылтайының басқармаларының 2018 жылы 9 айының 24 күнгі шешімімен аймақтың құрметті азаматымен марапаттады. Байөлбе аймағының құрылтай төрағасы Бауыржан Дәлелұлы. Ал енді келесі арнайы арналған видео ролик бар екен. Қожаберген батыр Жәнібекұлының туғанына 320 жыл толуына орай Моңғолияның Бай өлкесінде атқарған іс-шаралар деп аталады. Біздің азаматтар білсін, елге кеңірек таратайық. Келесі күй Қожаберген батыр жорығы орындайтын Аршын Кәсіпбайұлы бұл кісі осы күйдің авторы болып табылады.
Аршын Кәсіпбайұлы Қожаберген батыр жорғы үйгілдер. Мұндағы рахмет. Ал енді негізгі баяндамаларға көшеміз. Бірінші баяндаманы Қазақстан Республикасы ғылым және білім министрлігі Шоқан Уәлиханов атындағы тарих және этнология институтының директоры, тарих ғылымдарының докторы профессор Қабылдин Зиябек Ермұханұлы жасайды. Бұл жасынан отан деп жылаған. Содан бері жетіліп, сол жерде өсіп, қазақтың тарихы деп, қазақтың теңдігі деп, бірлігі деп Қазақстанға көшіп келіп, ғылыми атақтардың бәрін өз еңбегімен, маңдай терімен тауып, қазір тарихтың ең бірінші институтында басшы қызметін атқарып келе жатыр. Толық мәтіні жинақта бар. Сондықтан біздің Дихан Қамзабекұлы бас модератордың ұсынысымен мына баяндамамызды ықшамдап қана тезисті түрде беруге рұқсат етіңіздер. Егер де баяндамамызды бастайтын болсақ, өздеріңіз білесіздер, 18 ғасырдың әлінде құттықтау сөздерінде, кіріспе сөздерінде қазақтың мықты азаматтары айтып кетті. 18 ғасырдың бірінші жартысы оңай уақыт болған жоқ. Қазақтарды жан-жақтан қыспақтады, қысты, еділ жақтан қалмақтар шауды 18 ғасырдың бірінші жартысында. Сосын Ресей империясында бағынышты болған Орал казактары, кейін қалыптасқан Орынбор әскери казак әскерлері, одан кейін Сібір жақтан әскерлерді шабуылын жасап өтті. Ал қазаққа ең ауыр тиген соққылар осы қазақтар кезде ата жолымыз деп айтып жүреді. Ол дұрыс па, бұрыс па деген болашақта баға берілер. Осында отырған азаматтардың көбі 7-8 аналары осы қалмақтан, жоңғардан шыққан аналарымыз. Ол да өмірдің бір ақиқаты, өмірдің бір шындығы. Дегенмен қазаққа өте ауыр жағдай тиді. Әсіресе 1723 жылы қазақ жеріне Ақтабан шұбырынды алқакөл сұлама деп аталатын үлкен қауіп қатер төнді. Қазақ қырыла бастады, қазақ халқынан айырыла бастады. Қазақ ата қонысын тастап шет елдерге ау бастады, кете бастады. Осы жағдайда қазақ жүз-жүзге, руға бөлінбей, сен ана батырсың, мен мына батырмын, сен бисің, сен ақынсың деп бөлінбей бір жұмырдыққа жұмылып, күшейіп, бірлігін қазақ қандай мықты болатынын танытып, жауға шауып, сол 18 ғасырдың 20-шы жылдардың екінші жартысында екі шайқастарда жеңіске жетеді. Осы қалмақ қырылған мен Аңырақай шайқастарында. Сол кезде бір әлде берік бауырымыз, досымыз, осы батырларды көп зерттеген осы берік бауырымыз болады. Осы өздеріңіз білесіздер, жуырда сакральдық география бағдарлама бойынша қазақша, орысша үлкен томды еңбектер дүниеге келгенде, соның бір дәл жартысы мына қазақ батырлардың жерленген кесенелері болып табылады. Сонда батырларды әдемі болып көрсетеді. Сонда сөзі Бекеңнің маған ұнады. Қазақтарда батыр неге көп деген сұрақ бүгіннен бастап ешқашан қойылмау керек. 18 ғасырда малды тартып аламыз, жанды тартып аламыз, жерді тартып аламыз деген жау келгенде үйде отырып қалып, тығылып қалып, оқып қалған азамат үйде ондай қалмады. Барлығы атқа қонды, барлығы қолына қару алды, барлығы жауға шапты. Жуырда біздің тарих және этнология институтымыз орта жүздің сұлтандары мен батырларымен байланысты 500-дей беті бар Орынбордан, Омбыдан шыққан мұрағат материалдарын жариялады. Соның ішінде бір мәліметтерді келтіріп кетейін. Оның ішінде мына саяси Жәнібек батырға байланысты материалдарды кездеседі. Сонда былай деп мәліметтер кездеседі. Мына дейді, Сұлтанбет Сұлтан болған. Абылай ханның немере ағасы, құрдасы, замандасы,
пікірлесі бірге сол қазақ хандығын билеуге басқаруға көмек еткен қазақтың мықты батыры, старшинасы, сардары. Сол өзінің хаттарында Ресей империясына жолдаған мынандай сөздерді айтады. Біз дейді, бір ол енді кейінгі жағдайға байланысты 1771 жылы Еділ қалмақтарына жорықта соған байланысты былай дейді. Бізден дейді Қыпшақ ұлысындай әскерді жинап, Абылай ханның тапсырмасымен осы Балқаш жаққа 50 мың әскер аттанып барамыз деп Сұлтанбет Сұлтан Ресей империясының өкілдеріне омбыда отырған соған хабарлайды. Сонда Ресей империясы соған сенбейді. Осы өлтіріп па, дұрыс па, бұрыс па деп өзінің тыңшыларын жібереді. Сонда тыңшыларын келсе, қайтады, ана ауылда болдық, мына ауылда болдық, қазақтардың, қыпшақтардың, керейлердің, арғындардың. Сонда дейді, қатын мен балалар ғана қалыпты, мына жас өспірімдердің өзі орта жастар, тіпті 60-70-тегі Сұлтанбеттер өздері атқа қонып, жауға шауып кетті, ауылдары босап қалыпты деп, сондай мәліметтер омбының мұрағат материалдарында кездеседі. Ол материалдар соңғы 2-3 жылда ғана Ресейдің құпиялық жағдайынан есін шығып, кейін ғылыми айналымға шыққан құжаттар. Соларда амандық болса, 1-2 айдың ішінде тұсаукесерді өткіземіз, сонда да сондай дәлелдер кездеседі. Ал өзіміздің көшкі еңбеккері деген Дихан Хамзабекұлы зерттеген мықты алаш азаматы болған, өзі омбылық мықты азамат. Сол 1924 жылы Москвада қазақ тарихынан деген еңбекті жазған. Сол еңбекте мынандай дәлел келтіреді. 18 ғасыр батырлар ғасыры дейді. Себебі дейді, ол кезде құрылтайға егерде қарусыз келсеңіз, сізді құрылтайға жібермейді, төрге отырғызбайды, тіпті дауыс беруге рұқсат бермейді деп айтады. Көрдіңіздер ме? 60-тағы жауға аттанған қаруы бар үлкен кісілерді 70-тегі. Егерде қаруы болмаса, сол жауға аттанам деген ниеті болмаса, олар дауыс беруден құқынан айырылады деп әдемі жазып кеткен. Екіншіде, Ұлыбританияның мықты зерттеушісі сол 17-18 ғасырлардың шекарасында өмір сүрген, қазақ сахарасында көп болған, сол кісі былай деп айтады. Қазақтар жалпы батыр, жауынгер халық дейді. Олар жауға ешқашан жеңілгісі келмейді. Егерде күші әлі жауға жетпей жатса, олар өз қаруын кеміреді дейді. Көрдіңіз бе, қандай мықты ата бабаларымыз болады. Сондай мықты бабамыз болған, Жәнібекұлы Қожаберген бабамыз болған. Сондықтан осындай батырларымызды ұлықтай берейік, насихаттай берейік, зерттей берейік, том-том мұрағат материалдарын шығара берейік, қазақтың басын біріктірейік, ешқашан руға, жүзге, анаған бөлінбей, қазақтың бірлігін сақтап, қазақтың мықты елін қалыптастыруға еңбек жасаудан ешқашан тартынбайды. Рахмет, Зиялеген Мұханұлы. Осы біздің Қазақстан ғылымының бағына деп айтамыз, көбінесе көп жұмыстар жасап жатыр. Келесі баяндаманы Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті түрік алтайтану ғылыми зерттеу орталығының бас ғылыми қызметкері, тарих ғылымдарының докторы Еженқанұлы Бақытқа береміз. 18 ғасырдың екінші жартысында қазақ батырлары мен елшілері туралы мәңгілікті тың мұрағат құжаттары деп аталады. Слайдты қалай беруге болады екен? Бастай беріңіз дейді. Рахмет, осындай үлкен жиналысқа шақырғандарыңызға рахмет. Әуелі мынаны айтқым келеді, жаңағы жоғарыдағы сөйлеген кісілерді айтты. Біздің осы батырлар туралы тақырыбымыз сонау егемендігімізді алудан бұрын бастаған әңгіме болатын. Осы арқылы көптеген өзіміздің ұлттық сана сезімімізді оятып, содан бері міне егемендігімізге үлкен еңбек сіңіріп жатыр осы тақырыптағы зерттеулер. Енді бүгінгі шара соның жалғасы деп айтқым келеді. Менің бүгінгі баяндамамның тақырыбы мынандай. Енді келесі слайды көрсетіңізші. Бұл жерде әсілі мына мақаланы неге берген, мына жинаққа берген,
соның ішінде екі үлкен жаңа құжатты таныстырмақшымын. Бірі осы Қытайдың бірінші тарихи мұрағаты дейді, сонда сақталған бір қазақтың 27 жылдық дипломатиялық тарихына қатысты қолжазба бар, 207 беттік манжу тілінде. Мұнаны көресіздер, жалпы мәлімет осы оң жағынан оқып білесіздер. Келесі слайдты көрсетіңіздер. Келесі слайд. Тағы бір енді айтарлық сол осы білесіздер, мынау 60-шы жылы, 70-ші жылдары 18-ші ғасырдың көптеген қазақ батырлары оңтүстіктегі оңтүстік бағытындағы Түркістан, Ташкент төңірегіндегі соғыстарға қатынасқан. Соған байланысты көптеген құжаттарда табылып жатыр. Мынау соның біреуі. Енді бүгін мына мақала өзі жинақтың ішінде болғандықтан мен оған көп тоқталып кетпейін. Келесі слайды көрсетіңіз. Менің айтпақшы болған бүгін шара не үшін маңызды десе, сол жаңа айтып кеттім. Енді тағы бір сөз қосқым келеді. Жаңағы рухани жаңғыру дейді. Ол жаңғыру үшін алдымен тарихта қандай құндылығымыз болған. Сол құндылығымызды түгендеп, соны ары қарай баяндап жасауымыз керек. Ал сол үшін бүгінгі шара керек. Соның ішінде батырлардың батырлығы не үшін? Сол кезде қандай тіршілік болған? Келесі слайд көрсетіңіз. Енді осыған байланысты мынандай бір Қытай тарихнамасында болсын, батыста болсын, тіпті біздің өз еліміздегі кейбір тарихшыларда, саясаткерлерде айтып жатады. Мына қазіргі Қазақстанның территориясы осы Ресей мен Қытай арасындағы 19 ғасырдағы шарттардың несінде қалыптасқан. Ол бұрыс ұлттық қазіргі ұғымдағы шекара сондай болған. Дегенмен осыған байланысты мынандай заңды сұрақ туындайды. Сонда соншалықты көп батырымыз не істеген? Енді не тындырған? Сонда олар тек қана кек алуға батыр болған ба? Мынандай заңды сұрақ. Енді келесі біздің айтпақшы болғанымызбен мынандай жағдай. Сонда қазіргі көптеген тарихи деректеріміз осы батырлардың тек қана жаңағыдай ұсақ түйек, болмаса ел арасындағы дау-дамай үшін емес, үлкен қазақтың үлкен ұлы мақсаты үшін күрескен. Мысалы, біз мына Қожабергендегі көптеген мәселені сонымен байланыстырып, қарастырып едік. Сол шынында да Қожабергеннің тіршілігі бүтіндей шығыстағы Тарбағатай өңірдегі ғасыр бойы жоңғарлардың қолына кеткен шұрайлы жайылым жерлерімізді осы қазақтардың қолына қайтадан қайтарумен байланысты болған. Оған ұқсас құжаттар қазір көптен табылып жатыр. Мысалы, жаңағы айтылған екі құжаттың ішінде де көптеген батырдың аты аталады. Келесі сол батырлардың, мысалы, шығыстағы Тарбағатай өңірі және Жетісу өңіріндегі көп соғыстары әуелі біріншіден жаңа территориялық жерді қайтарумен байланысты. Екінші, өздеріңіз білесіздер, екі үлкен империя қысқанда көшпенділердің өмір тіршілігі өте тар болып қалған. Сол кезде емен еркін жүріп жүрген қазақ қауымы болсын, басқа да жаңағы жоңғарларда болсын, өзінің тіршілігі өте шектеулі болып, әсіресе бұрыннан келе жатқан экономикалық, рухани өздерінің мынандай күре жолдарынан айырыла бастаған. Сондықтан қазақтардың батырларының үлкен бір мақсаты жерді қайтарумен бірге сол жаңағы экономикалық жолды сақтап қалу, күре жолдарды өз қолына ұстап қалу. Сосын кейін оңтүстіктегі сіздер білесіздер жаңағы хан сұлтандарымыздың сүйегі сонда жатқан. Ылғи да сол жерге барып Құран оқиды. Сондықтан осы күре жолды сақтап қалу үшін де мына батырлар үлкен соғысқа жорықта болған. Енді екінші тақырып тағы да бір мәселе. Біздің соңғы осы 20 жылдың ішіндегі тарихымызда, әсіресе мына интернетте көптеген жазбалар мына біздің бірлігімізге нұқсан келтіретін көптеген сөздер жазып жатады. Мысалы, мынандай бір тұжырымдама бар. Осы Аңырақай соғысынан кейін Әбілқайыр бастаған кіші жүз
қазақтары мына шығыстағы тіршіліктен аулақ болып өз әскерлерін кері қайтарып кеткен. Осы тарихи шындық па? Жоқ, ондай емес. Біздің мына 18-ші ғасырдағы қазіргі мұрағаттарды зерттеу барысында көптеген тарихи құжаттарды таптық. Мына бір-екеуін айтып кетуімізге болады. Мысалы, Ералы Сұлтан, Нұралының інісі, осы 1757-ден 1858 жылға дейінгі жарты жыл ішінде біздің мына Алматы төңірегіндегі Қастек тауы мен мына Шарын өзенінің ортасында жарты жыл жорықта болған. Мына жоңғарларға қарсы жарты жыл. Ал осы ұстаған жорық жаңа айтып кеттік, екі жаңа тың құжат, сол тың құжаттың біреуінде Ералы Сұлтан 1764 жылы 10.000 әскер бастап Абылайханның, Абылайхан Әбілқайыз Бөгенбайлардың жорығына қатысып оңтүстікте соғысқан. Сонымен қатар қазақтар тек қана білектің күшімен емес, дипломатиялық әдіспен өзінің мүддесін қорғай білген. Мысалы, жаңада айтып кеткен 27 жылдық дипломатиялық миссияға қатысты қолжазбада мәңгі тіліндегі 16 мәрте қазақтың дипломатиялық миссияларын айтады. 1761-ден 1788 жылы 27 жыл. Соның ішінде 16-ның ішіндегі алғашқы 5-еуі сол мына Дәулеткерей болсын, жаңа Құттыбайлар болсын, басқасы болсын. Сонымен қоса мына Нұралы хан, Батыр хан, Қайып хан, Ералы, Айшуақтардың бәрі елшілерін жіберген. Осы орта жүзбен бірге Шең патшалығына жіберіп, ондағы бірден-бір мақсат сол алғашқы 5 миссияның бәрі Шушыртпен арадағы жер дауымен байланысты еді. Осы Тарбағатай туралы, анау Құлжа туралы жер дауымен байланысты еді. Әрине, кейін бұл шекара бөліскенде ол 19 ғасырдың әңгімесі. Дегенмен қазіргі тарихнамадағы бір үлкен ұғым сол баяғы қазақтың қазіргі біздің басып жүрген қара жеріміз Ресей мен Қытайдың арасындағы ғана әңгіме деп сөйтіп айтады. Ол мүлде қате. Өйткені Ресей билігі Қазақстанға келгелі 1820 жылдан кейін. Ал одан бұрын біздің батырларымыз Тарбағатайды да, мына Жетісуды да әлі қолына алған. Ол тарихи факті Абылайхан сынды қазақ көсемдері Шең патшалығына мойындатқызуға тырысқан. Оның бірде-бір дәйегі 1761 жылы Дәулеткерей елшілігінде Абылайхан Шең патшасы Шәлімға бір хат жазады. Сонда өзі айтады: менің шығыстағы шекарам Шорғаға, оңтүстіктегі шекарам Сарбелге дейді. Сонда Темір Шорға деген қазіргі екі жер бар, біреуі тау, біреуі өзен. Біреуі тау сол қазіргі Қазақстан мен Қытай арасындағы бөлімнің төңірегіндегі тау. Тарбағатайдың шығыс сілемі. Ал Сарбел деген сол жаңағы суық төбе дейді, оңтүстік мына Қастектің ар жағындағы Қырғызбен арадағы шекара. Осыны Шең патшалығына мойындатқызып, қызыл таңба басқан хатты жіберсек деген талап қояды. Міне, бұл әңгімелердің бәрі мынаны көрсетеді. Қазақ халқы қауымы, ханы болсын, қарасы болсын, Абылай сынды үлкен хандарымыз болсын, Қожаберген сынды үлкен батырларымыз болсын, сол кездегі қазақтың үлкен бір мүддесі үшін күрескен. Мына бір жай айқын. 18 ғасырдың екінші жартысына дейін қазақтың елдігі, бірлігі әлі сақталған. Сол сақталған рухымызды қайтадан жаңғыртып, қайтадан бірлікке, қазақтың ұлылығына, елдігінен баяндатуға бәріміз атсалысайық. Бүгінгі конференцияның мағынасы да, мәні де осыда шығады. Ендеше конференция жемісті болсын. Құрметті алғашқы азаматтары, мына тәуелсіздік жылдары 50 еліне тарбай шашылған 5 миллиондай қазақтың 1 миллионына елімізге қайтып келді.
соның басының біразы өкілдері осы залда отыр. Конференцияға қатысып, олар Қазақстанның санында көтерілді, сапасында жөндеді. Соның ішінде мықтылардың ішінде жерінде келген, сонау шетелде жүргендері өзінің қазақ екенін, мықты екенін, мемлекет қайраткері екенін, қоғам қайраткері екенін, мықты ғалым екенін дәлелдеп мойындатқан Лев Николаевич Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің түрік алтайтану ғылыми зерттеу орталығының директоры, филология ғылымының докторы, профессор Сартқожаұлы Қаржыбай ағамызға сөз беруге рұқсат. Ағайындар, достар, біз бүгін бір ерекше жиында жиналып отырмыз. Енді осындай үлкен жиналыстарды ұйымдастыру деген оңай емес. Ол үшін үлкен ең әуелі ғылыми дайындық керек, экономикалық дайындық керек деген сияқты жаңғырту, болашаққа бағдар, рухани жаңғыру атты программа жасап, елбасының мақаласы арқылы жұмыстар жүріп жатыр ғой, бірақ енді оның экономикалық немес қаншалык екенін білмеймін. Осы үлкен жиынды ұйымдастыруға бірден бір мұрындық болған адамымыз жаңағы менің алдымда сөйлеп өткен Бақыт Ежанхан. Бақыт Ежанханның қалтасында тек қана бір Қожаберген емес, ондаған жүздеген Қожаберген туралы материалдар бар. Осы материалдарды жарыққа шығару үшін біздің мына үлкен интеллигенттеріміз, үкіметтік азаматтар, әсіресе білім ғылым министрлігі ақша аямай, қызғанбай, шеттен келген черменді деп бөлектемей, жаңағы конкурстарда жеңіп алған тендерлерін беріп, жұмыс істетіп, қазақ халқының тарихын көтеруіміз керек. Оның сыртында тағы бір айта кетейін, міне осы жиынды ұйымдастыруға Мерей дейтін азаматымыз келіп отыр. Өзінің жиған дәулетінің ордасынан кесіп бөліп, міне осы жиындың ұйытқысы болатын азаматымыз отыр. Мерей, түрегел шығарып. Халқына иіліп сәлем беріп. Халық сенің халқың, ұлт сенікі. Міне ұлтты ұйыту, ұлтқа деген махаббат осындайдан келеді. Немесе пәленбай миллион ақшаны қалтаға салып алып, шетелді аралап, алай кетіп, бұлай кетіп, ана ресторан, мына ресторан, мына жерде, ана жерде жүре беруге болады. Жоқ, жиған терген, міне осы мерейден ұлтын ұйыстыруға, ұлтының тарихын шығарып келуге, ұрпаққа жеткізуге еңбектеледі. Рахмет қағам саған. Ал енді осы музейді қолына алғаннан бері қарай, мына Перизат Ақселеуқызы, Ақселеу деген мен ағам болған, мен осы жаққа келуге үлкен көмек тиген, туған ағамдай болған осындай кісі, міне соның қызы міне Перизат. Көрдіңіздер, мынандай үлкен музей ұстап, қазір халқын жинап, әкесінің ісін жалғастырып, ұлттың тарихын ұрпаққа таныстырып жеткізіп жатыр. Сондықтан Перизат, айналайын қызым, саған рахмет. Ал енді біз айтып жатырмыз, осы Манжу, Чин Манжуды. Мәнші Чин мемлекеті. Осы Мәнші деген кім? Неге Чин деп айтамыз? Бұрынғы ұлы Қытай, Қытай патшасы. Ұлы Қытай деген сөз бұның документінде неге шықпайды? Деген бір мәселе тұр. Соң жаңа мына Қожекімнің Бақыт Ежанханның кітабын жақсылап отырып қарап шықтым мен сізім. Бірде бір рет ұлы Қытай деген сөз жоқ. Ұлы Қытай халқы, ұлы Қытай патшасы деген сөз жоқ. Манжу Чин Ежанхан, Сяндон хан дейді. Ал енді осы Шин империясының орны өте қызық. Сіздерге айта кетейін, бірақ көптеріңіз білмейтін болуыңыз керек. Мен де білмедім, соңғы кезде міне Жапонияның ғалымы аның кітабын оқығаннан кейін барып, осыны көзім жетті.
мына мәнжі дегеніміз Шанған асуы дейміз, анау шығыс, солтүстік шығыс Қытайдың Лаяо дейтін өзен бар, Ляодон дейтін аудан болған. Сол өзеннің бойында өмір сүрген тегінде Қытай деп аталған бір топ бар екен. Бұл топты 13 ғасыр кезінде Шыңғыс ханның әскерлері Кореядан алып кетті. Кореядан алып келіп, сонда орналастырған міне сол жерде Қытайлар да болған, жаңағы тунгус тілді чүрчіттер де болған, сосын моңғолдар болған. Моңғолдар Құбылай ханның ұрпақтары. Соң Мәнжінің жаңағы чүрчіттің Нұрқаш дейтін батыры 1616 жылы кішкентай хандық құрады. Кішкентай хандық құрғаннан кейін, сол жерге құрғаннан кейін, көп ұзамай 10 жылдан кейін оңыз қайсып кетті, оның ұлы Абақай батыр туған ұлы. Жаңағы моңғолдарды, сосын Қытайлардың, сосын мәнжулердің басын қосып, Мәнжу империясы деген тұрды. Сонда алғашқы бұдардың аты Мәнжу деген сөз жоқ болады. Бұдардың негізгі атау чүрчіт. Чүрчіт деген сөз түнгіс тілінде құл деген сөз екен. Сондықтан біз құл болуға тиісті емеспіз, біз би болуға тиісті емеспіз, біз хозяин болуға тиістіміз деп Мәнжу деген сөз таңдап алды. Сондықтан бұдардың негізгі тілі түнгіс тілді осындай халық. Сонда көрдіңіз бе? Арғы тарихы оның Кореядан бастап жатыр. Кореяның бір кішкентай тайпасын күшпен көшіріп алып келіп отырған моңғолдар. Міне осы күшейе сонан 1644 жылдары жалпы мына Қытайдың тарихында бір нәрсе айта кетейін. Қытай өзі бастаған жағдайда Қытай мемлекеті күшті болмаған. Қытай мемлекетін күшейткен кімдер дегенде біздің тек қана көшпелілер. Жаңағы Қытайдың алғашқы хан империясын құрған Чиншухай ханында арғы тегінде көшпелілік бар. Оның Таң империясын құрған Лидің арғы тегі тағы да біздің көшпелілерден түрік пе, моңғол можан айта алмаймыз, бірақ енді ол кезде моңғолдың сөз жоқ. Түріктер болған болу керек. Оның кейін мына Қытайдың шекарасын кеңейткен моңғолдар, Құбылай хан. Ана ұлы қорған сыртына шығарып алып келген. Шекарасын кеңейткенде. Оның кейін моңғолдардан кейін жаңағы Мин империясы шығып келді. Миндіктер олар бір ғана тоқашпен, бір-ақ күннің ішінде бір ғана тоқашпен. Көп нәрсе емес. Бір ғана тоқаш үшін жалғыз ауыз сөзі бар. Бүгін түннен қалдырмай біткен барлық Қытайлар өздерінің елдерін боздап шығыңдар деген. Сөйтіп моңғолдарды бір-ақ күн түнде жоқ қылып, боздап шығып, Мин хандығын құрған. Сол Мин хандығы тағы да көп тұралды. Ортасынан іріп-шіріп тақтарасы басталған кезде жаңағы Абақай хан шығып келді, Нұрқаштың ұлы Пекин жаулап алды. Үстіп барып Мәнжи империясы өмірге келді. Ал енді осы Мәнжи империясының жаңағы құрған кездегі бір тағырға жатты. Жаңағы Абақай батырдың әйелі Құн Тайху дейтін Құбылай ханның тұқымы моңғол болған. Осыдан кейінгі үш хан, Мәнжи империясының үш патшасын бірдей осы кісі тәрбиелеуші, моңғол әйел тәрбиелеген. Сондан бұлар мемлекетті, Мәнжи мемлекетін бұлар одақтық мемлекет деп атаған. Неге? Бұлар жаңағы мәнжілер, моңғолдар, Қытайлар деген. Бірақ Қытайға право бермеген. Қытай тек өндіруші, қара жұмыс істеуші, ол үшін сол Мәнжи империясының құлы ретінде ғана жүрген. Одар ешқандай береді. Одар туралы бір сөз айтылмайды. Одар жұмыс істеу керек, орнату керек, табу керек, ақшасын табу керек, өмір сүру керек, ана мемлекетті асырау керек. Ал иесі жаңағы моңғолдар мен мәнжілер. Ал мәнжілер моңғолдарда не болады? Бұл Шыңғыс ханның ұрпағы. Шыңғыс ханның қаны тұрған жерде қайткенде қандай бір үлкен кесел қайта болуы мүмкін. Моңғолдар көтеріліп келсе біз баса алмаймыз деген. Жаңағы жоғарыда Ежен хан айтты ғой, Бақыт Ежен хан. Неге жаңағы анау
Әбілпейіс, Әбілқайыр, мына кім жаңағы оңтүстіктегі Әбілмәмбет, соны Абылай, осылардың хаттарына мәнге неге түсініксіздікпен қарайды? Бұлар Шыңғысханның ұрпақтары, Шыңғысханның қан түрі. Ұлы әулет, ұлы қан тұр. Сондықтан бұларға албат қарсы келуге болмайды дегенде мәнжінің жаңағы патшалары өте жақсы түсініп отырған. Сондықтан да біздерге тағы басқаша көзқарас бар. Бір жерде Шыңғысхан ұрпағы отыр екен ғой. Одан бұрын бұлар білмеген, қазақ халқы деген түсінбеген. Сонан кейін бар бұлар кішкене біздің жаңағы қазақтарға жаңағы төре тұқымы Шыңғысханның ұрпағы отырғандықтан түсіністікпен қараған осындай жағдайлар бар. Міне осындай жаумен жау ғой біздің шекарамызды тақап келді. Жаңағы осыдан кейінгі мәселе жоңғарлар. Бұлар өздерінен келген жоқ. Бұлар жоңғарларды құртамыз деп келді. Бірақ жоңғар құрту үшін мына батыс жағында қазақ мемлекеті, соның ішінде Абылай хан бастаған хандарымыз ерекше жұмыс жасады. Абылай хан тұлғасы неге Амырсананы қолдады? Амырсананы не қолдады дегенде, негізінде Қытай мен Мәншин үкіметімен, мемлекетімен, империясымен, қазақ мемлекетінің ортасында бір буфер зона пайда болды деді. Онан біз ары қарай насырға шығып, жаңағы жоңғар империясы өз ортасын іріктеп, тақталасы басылған кезде, олардан ешқандай үміт жоқ екені белгілі болған кезде, оларды итеріп тастап, оны жаңағы жоңғар хандығының көсемдерін біріне бірі қарсы болды. Сол арқылы жоңғарлар әлсіретті. Сол арқылы бұлар жоңғардың көптеген жерін, Қытайдар кіріп келмес бұрын көптеген жеріне шабуылдар жасады. Жеңілгені бар, қан төгілді, жеңген жері бар. Енді оның жағында тарих дегеннен өте көп, жаңағы кімнің Ержанханның Бақыт Ержанханның кітабын оқысаңыздар, оның үшін жақсы айтылған, осыған жақсы мән беріңіздер. Ал енді осыдан кейін Қытайлар келді. Мәнші империясы мына жағына қазақтар қысып, мына жағына Қытайлар қысып, жоңғар империясы құлады. Осыны тарихта Мәншин үкіметі жоңғарларды құлатты. Бұл жеңіс, бұл жетістік тек қана Мәншиндерлік деген айдар тағы. Күні бүгінгі жұмыс бірақ ол олай емес. Жоңғар мемлекетін құлатуға қазақ халқы, қазақ батырлары ерекше атсалысты. Сол батырлардың бірі Қожабек. Екінші мәселе бұдан кейінгі жер мәселесі. Жер мәселесін айтып кетейін деп отырмын мен. Жер мәселесі. Жаңағы қазақ жеріне бұдан келгенде бұрынғы Алтын Серін, Алтын Күмістардың заманындағы, Ақтамыр Шұбырын заманындағы жерлерде ғана қазақтар қаласында. Одан бұрынғы жоңғар мемлекеті иеленген жердің барлығы Мәншин үкіметі өтетін осындай болған. Бірақ қазақ батырлары, қазақ ханлары, жаңағы Абылай хан сияқты хандарымыз қайтып дегенде осыған қарсы саясат жүргізді. Саясат жүргізіп, жаңағы бос қалған жердегі жаңағы қазақтарда бар қоныстандыра берді. Қоныстандырды, бірақ оның Мәншин үкіметі қарсы шығуды қуып, малдарын тартып, адамдарын өлтіріп, кескілеп, істемеген істеді. Бірақ анда кетіп қалған кейін жаңағы осы жерге қайтадан барып қонбалар. Үстіп отыр, одан күштері жетпегеннен кейін соңында бұнда жаңағы шекаралық сызық, қарауыл сызығын пайда болдырған. Қарауыл сызығын пайда болдыру арқылы жерді иеленіп болу керек. Сол жер иелену арқылы келешекте қазақ халқының қазақ жерін бүкілдей өз қоластына алу саясатын жүргізді Мәншин. Бірақ қазақ халқы осының барлығына қарсы шыға отырды. Сонда Мәншилер қалай істеді? Ең әуелі қысқы қарауыл сызығын жасады. Оның кейін жазғы қарауыл сызығы деген пайда болды. Бірақ табиғаттың қаталдығы, халықтың қарсылығы осының барлығына қарсы келді дағы, ақыры бұдан қысқы қарауыл сызығын. Сол қысқы қарауыл сызығын пайда болдырған Қытайдың Мәншин үкіметінің
ол өздігінде емес қазақ халқының қыспағынан, соның қарсылығынан барып пайда болған дүниелер. Енді артынан жаңа жақын Бақты жекін айтты ғой, Санкт-Петербургпен Чауша келісімі, Пекинмен Санкт-Петербург келісімі кезінде, шарты кезінде олар бұл нәрсені үшін ойдан құрай салған жоқ. Ақыры қысқы қарауыл немесе қысқы застап линиясы бойынша, сызығы бойынша шекараны бекітті. 1882 жыл. Сонда Қытай жағына қысқы қарауыл сызығынан аттап, осы күнгі Көктоғай, Боғылтоғай, Шіңгілге дейін біздің қазақтар кетіп қалған, жер белгілі болған. Қарамай, кәдімгідей басып алып отырған жер. Талай рет қан кешіп, қан төгілсе де соған қарамастан. Бірақ Мәншин үкіметі қаласаңдар бір жылдың ішінде Ресей жағына өтуге болады. Ресей жағы қаламасаң бір жылдың ішінде мына Мәншин жағына өтуге болады деген шешім шығарды. Бірақ қазақ халқының жерінің ортасына шекара тоқтады. Осының өзі біз үшін үлкен жеңіс болды. Өйткені Мәншин үкіметі қазақ жерінің қазір Балқашқа дейін мына Аягөз, мына Шар, Отанқарағай, Нарын, мына жағындағы мына Іле, Алматының желкесіне дейінгі жерлердің барлығын өзі қоластырмақшы болды. Бірақ осының барлығына қарсы қазақ батырлары күрескеннің арқасында, Абылай ханның шебер саясатының арқасында осы жерлерді алып қалды. Ақыры сол қысқы қарауыл, қысқы застап дейміз, қарауыл дейміз, қысқы қарауыл сызығы бойынша шекара бекітілген. Енді осы шекара бекітілгенімен мен кейінде Қытай жағы біз жерімізден айырылып қалды деп дау шығарып келді. 1882 жылғы ғой мәселе. Дау шығарып келді, дау жүріп жатты, ең соңында елбасымыз жаңа Қытаймен келісім жасап, тәуелсіздік алғаннан кейін оған ең соңғы нүктесі қойды. Сондықтан бүгінге дейін сол алғашқы шекара сызығы жаңа Абылай ханның хаты бойынша жасалған айтылған шекара сызығынан орнатқан сол заманнан бастап 255 жыл бүгінге дейін есептеген 255 жыл бұрын біздің шығыс шекарамыздың сызығы пайда болған, бекітілген. Сондықтан шекараны біз бірінші рет тоқтаттық деген, белгіледік деген жалған үгітке біз басқаша қарауымыз керек. Басқаша қарауымыз керек. Шекараны қазақ халқы, қазақ батырлары, қазақ хандығы осыдан 255 жыл бұрын өздері бекіткен. Деген ұғымда болсақ, сонда жаңағы ұлттың намысы, елдің намысы, елдік жаңа рух, ұлттық рух әрқашан жоғары тұрады. Рахмет. Қажеке, құрметті Қажеке. Мына депутаттардың орнына сіз келіп орналасыңыз. Сіз ұлы құралдың мүшесі болдыңыз ғой. Ал енді жаңа Қажеке өте тамаша айтып жатыр. Ұғымдары ауыспау керек, тарихи атаулар, терминдердің бәріне нақтылық керек. Жақында бір қызық оқиға болды. Алматыда бір жиын өтіп жатса, біздің бір азаматтарымыз айтады, жоғарғы оқу орындарынан. Біз бір орталық ашайын деп жатырмыз, орталықтың атын бір белдеу, бір жол деп қоямыз дейді. Мен айтамын, сен қалай басқа елдің өздерінің ұранын немесе соны атау бересің, немесе Қытайда Қазақстан мәңгілік ел деген орталық аша ма Қытай? Сол сияқты барлық нәрсеге нақтылық керек, жүйелілік керек деп сөйтіп сондай қызық оқиғалар болған. Сондықтан біздің ғылыми орта азаматтарымыз өте мемлекетшіл болып, мәселені тереңінен ойлау керек деген ойды Қажекеңнің ойы өте ұғынықты айтылып жатыр. Келесі кезекте тағы да бір жақ тарихшымызға сөз береміз. Осы өңірдің тарихын, қазақтың тарихын зерттеп жүрген белгілі ғалым, тарих ғылымдарының докторы, профессор, Еуразия ұлттық университетінің ғалымы Артықбаев Жамбыл Омарұлына береміз. Ол кісінің тақырыбы ұлы дала тарихындағы ізі сайраған Қожаберген батыр деп аталады. Елу елінде қандай шашылған 5 миллиондай қазақтың бір жөнделі
Қазақстанда ұрпақтар отыр, барлық ұрпақтары сізден жақсы сөз күтеді. Қымбатты тыңдарман, конференция құтты болсын. Біз қазақ халықпыз ғой, конференциямыз той сияқты болып кетеді, тойымыз конференция сияқты болып кетеді. Дәке, мен тойдың форматында сөйлейін ба, ойдың форматында сөйлейін ба? Ойдың ғой онда, ойдың, жаңа Қаржекеңнің форматында. Тойдың форматында сөйлесем, мен мақтап отыра кетемін. Енді ғылыми форматта сөйлегеннен кейін кішкентай бір пікірлер айтайық, талқылайтын. Жалпы шетелге барсаңыз, осы ғылыми конференцияларын бір 20-30 адаммен өткізе береді. Аслында негізінен кәсіби адамдар ғана жиналады. Бірақ мына жерден аудитория кең, сондықтан сіздерге де бір қызық, керекті дүниелерді айтуға тырысайық. Мен Қожаберген тақырыбына 1993 жылы келдім. Қазақстан тәуелсіздігін жаңа ала бастаған уақыт еді. Қарағанды облысында бұқар жауды тойламақ болып, мен сол кезде Қарағанды университетінде қызмет жасаушы едім, кандидат наугер. Содан бұқар жау бабамыз, енді өзімнің тікелей бабам, сол бұқар жаудың кітабына кірістім. 93 жылы сол конференцияның алдында, тойдың алдында жаңа кітапты аяқтадым. Енді бұқар жау 12 тарих деген кітап, мүмкін осы кітап оқитындар көріп та жүрген боларсыздар енді. Серік ағам Негенов ағамен точно оқыды, ол кездерде сол 300 беттей көлемді кітап шықты. Бірақ кішкене кешігіп шықты. Кешігіп шыққан себебі, дәл кітап дайын болған уақытында мен Ақселеу ағама, Перизат қандасымыз отыр ғой, Ақселеу ағама бардым, осы кітап дайын болды, не істейміз, шығарамыз ба, сізбен ақылдасып алайын деп едім. Жоқ, сен асықпа деді. Асықпа, осы Қытайдан бір ғажап бір жігіт, тарихшы, бұқар жаудың толғауларын Қытайдың архивінен тауыпты, әкелейін деп жатыр сол деді, тоқтай тұр деді. Сөйтіп, жаңа тежеп, кейін жаңа келді, Қытайдан бұқар жаудікі деп аталатын қолжа. Сөйтсем, ол қуыш кеш жігіт екен өзі, атын ұмытып қалып тұрмын өзі. Кейін ана Елібайды жазды, неше түрлі бір бәлелер жасап қойды осы жерде. Сол осы жақтан ақаның өзінен алып кеткен бұқар жаудың толғауларын. Сосын ана жаққа барып арабша көшіргендағы кішкентай бір-екі сөздерін ауыстырып, ақаңа сатсам бұл жақсылап тұр жаңа жерде. Ақаң ол біреулерге қарызға кіріп тұрып сатып алған жаңа жерде. Кейін жаңағы әңгіме белгілі болды. Ақаң ой, прямо жаңағыда қолымды түстіп жиздей жүрді. Қалай дегенмен бұқар жаудың кітабын сөйтіп бір жыл кешіріп 94 жылы шығардым. Сонда осы Қожаберген батыр атына, Шуарайғыр Қожаберген батыр атына сол кітап арқылы қанықтым мен. Кейін 2012 жылы бір белгілі бір себептерге байланысты Қожаберген тақырыбына қайтып келу керек болды маған. Өйткені бізде тағы да басқа Қожабергендер пайда болды. Сосын осы Қожаберген кім? Неге осындай әңгіме шығып жатыр деп, Шуарайғыр Қожаберген тақырыбына тағы да келдім. Содан бүгін қарап отырмын, Жас Алаш газетінде сол 12 жылы шыққан мақала қайтадан жерленген екен. Қожаберген сол азаттық күресінің алдыңғы шебінде болған азаматтардың бірі деген сондай бір мағынада айтылады. Енді Қожабергеннің тарихи құжаттарға бірінші кірген уақыты жазба құжаттарға, сол 1756 жылдар. Мен бұқар жау кітабын жазғанда бір-екі жақсы бір дерек көздеріне сүйендім. Біреуі международные отношения в Центральной Азии дейді. Бұл 2 томдық Гуревич деген кісінің, сол академик Гуревичтің редакциясымен 1989 жылы Мәскеуде главная редакция восточной литературы деген сондай бір баспада шыққан кітап. Бұл ғажап жақсы бір жинақтардың бірі болатын сол заманда. Бұл жерде Қожабергеннің аты, Шуарайғыр Қожабергеннің аты 4 рет аталады құжаттар. Сол 1756 жылдан бастап 1769 жылға дейін құжаттардың ішінде Қожабергеннің аты бар. Екінші бір дерек көзі, сол бұл да 1989 жылы шыққан, біз әлі ол кезде тәуелсіздік алған жоқпыз. Бұл Хафизова апайымыздың аударып жасаған кітабы «Цинская империя и казахские ханства. Вторая половина 18-го, первая четверть
19 века деген бұл для служебного пользования. Ол кезде бұл кітаптар қолға таратылмайды, кітап магазинде сатылмайды. Бұл тек қана мамандардың арасына ақырын ғана таратылатын кітап еді. Осы жинақта бастан аяқ Қожабергеннің әңгімелері айтылады. Мен Бақыт бауырымның кітабын жақсы оқыдым. Қожаберген туралы кітабын былтырғы ана әсіресе манжур документтері өте бір ғажап документтер, көп документтер жиналған екен. Сонымен бірге мына бір жинақтарда енді кейде қайталанады, мына жинақтағы бар дүниелер ол жерде қазақшаланған. Мына бір документ бәке қалып қойған екен, 111 бетте. Осы мына кітапты қажет десеңіз мен сізге көшірмесін бере қояйын. Бұл октябрь айында 1756 жылдың донесение Хадахи дейді. Мына Хадахи мен Дардана, мына қазақ жеріне кірген екі Қытай әскерінің отрядының басшылары ғой. Сонда бір әдемі деректер бар екен да, бұл Дардананың дерегінде былай дейді. Кроме того, имел битву с другим отрядом Абылай дейді, во главе которого стоял Бөгенбай дейді. Бұл мына қанжығалы қарт Бөгенбай. Осы мына Еремен деп жатсыздар ғой, сол Еремен өлкесінің атақты Бөгенбайы. Убили более 20 противников и в плен взяли одного человека, а также захватили более 40 коней. Погнались вслед за беженцами Абылай, Бөгенбаем, разбойники бросились в расцепную дейді. Мына көшпелілердің соғыс тактикасы солай ғой, көбінесе қаша соғысып жүріп, мен соны айтып отыр. Содан кейін дейді, мына қараңыз, бір қызықты деректер бар. Оказывается, 2 дня назад Амурсана потерпел поражение от нашей западной колонны, бежал в горы Неостал, уже возвратились в стойбище Абылай. Неостал деген мына осы Қараған жаққа қарай шықсаңыз, осы Астанадан Асакаровка деген бір елді мекен келсе, сол елді мекеннің мына осы жақтан қарасаңыз сол жағында атақты Неостал бар. Аса биік тау емес, бірақ Есіл өзені осы мына біздің Есіл өзені сол Неосталдан басталады. Неостал жаман жақсы Нияз болып бөлінеді. Баурайында бір ғажап Шорманның Қаракөлі дейтін бір әдемі көл бар. Міне сол жерлер аталып отыр да, мына Бөгенбайға қатысты, Амурсанаға қатысты деректердің ішінде. Осындай бір әдемі деректер мына көп оқиғаларды нақтылауға мүмкіндік берер еді. Енді жалпы енді 1756-57 жылдардың әңгімелерінің көпшілігінде айтып отырмын ғой, мына Бәкеңнің кітабында жазылған, басқа да менің кітаптарымда жазылған, жаңағы мақаланы Жасыл Алашта шықсаңыз қарасаңыз онда да жазылған. Бір бұл ауыр кезең болған, біздің Бұхар жырау бабамыз Шүршіткелер деп еді. Көктен түскен 4 кітап Енжіл атты кәлемді. Егер шүршіт келмесін, егер шүршіт қаптаса, ақтары балар денеңді көрде бір жатқан орнынан деп, сондай бір қауіп қатердің, сондай бір ауырлығын осы Бұхар жырау бабамызда жақсы сипаттаған. Сондықтан да елде үлкен енді мобилизация болды. Ол заманда мына қазақ хандығы былай болатын тәртібі. Мына негізгі Түркістанда Әбілмәмбет хан отырды, 1739 жылы сайланды. Хан болып, бүкіл қазақтың үлкен алтын тағында, үлкен хандығында Әбілмәмбет хан отырды. Тәуке ханның немересі. Ал енді біз енді көбінесе Әбілмәмбеттің атын ұмытып кетеміз. Негізінен байсалды, сондай бір салмақты, сол кездегі нағыз енді хан болып тұрған адам сол кісі Әбілмәмбет. Ал енді Абылай сұлтан болатын, Әбілмәмбеттің қарамағындағы далалық өлкеге, жаугершілікке, жауынгерлікке жауап беретін сұлтан болатын. Осыны айырмашылықты сіздер біле кетсін деп отырмын. Негізінен соғыс қимылдарын Абылай хан басқарады. Сонымен бірге басқа да ұлы батырлар бар. Ұлы батырлардың аталығы Бөгенбай да, Қабанбай да мына жинақтарда бар. Сонымен бірге аталатын ірі үлкен тұлғалардың бірі жаңа Қожаберген батыр, Шұбарайғы Қожаберген батыр. Енді мен қазіргі уақытта білмеймін қаншалықты қолдануға болады. Жаңа Қалиолла досыммен ақылдасып отырмын. Осы мына полевой командир деген ұғымды қолданамыз ғой, мысалы. Ағылшын ауған соғысына қатысты, басқа соғыстарға қатысты Ауғанстанда. Бұлардың бәрі полевой командир деңгейінде түсінуге болатын сияқты. Енді Абылайды осылардың үстінен қарайтын белгілі дәрежеде бір координатор есебінде қарауға болады ғой деймін. Бірақ хандық билік Әбілмәмбет екенін біз ұмытпауымыз керек. Енді мына осы 1756 соғыстың себептеріне деген мәселе шығады.
Бұның себебі 1754 жылғы қазақ әскерінің, қазақ қолының екі бағытта Жоңғария жерін алып қалмақ болған шабуылынан басталады бұл әңгіме. Бұл екі бағытта жүріп отырды бұл шабуыл. Солтүстік бағытта ертістің бойыменен Бөгенбай мен Қабанбай бастаған әскерлер жігіттер Тарбағатайдың өрінен асып түсті. Бұл енді Үмбетайдың жырларында жақсы айтылады. Асу салған тас бұзып, Тарбағатай белінен, Бөріл деген көлінен, Ақшәулімен, бірдеме шәулі мұтылқаптың қоймаңырақ, қозымаңырақ, ортасы толған көп қалмақ. Сол көп қалмақты қашырдым деп осы Бөгенбай мен Қабанбайға байланысты айтылады. Бұл екі қол Зайсан, қазіргі Зайсан жеріне жетіп, Зайсаннан Тарбағатай арқылы асып жоңғардың ішкі жеріне қарай кірді. Абылай бастаған қол Жетісу арқылы жүріп отырды дағы Алтын Емелде үлкен соғыстар арқылы оңтүстік шекарасын басты. Оңтүстік аумағын басты Жоңғарияның. Сөйтіп барып екеулері кездескен жерде қазіргі жаңа Қаржекем ағам айтып отырған Қазақстанның шекарасы нақтыланды сол жерде. Осы үлкен алапат стратегиялық үлкен бір жоспар, үлкен бір жорық әлі күнге бізде нақты зерттелген жоқ, тек қана көбінесе жыраулар поэзиясында ғана айтылады. Сосын жаңағы мына құжаттарда аздаған деректер бар. Енді бұның нәтижесінде 1754 жылы күзге қарай Мамырсу келісімі болды. Құрбанғали Халид сияқты ұлы ғалымдар жазады, Мамырсу келісімі Аягөз қаласына барсаңыздар, сол Аягөздің іргесінде Мамырсу, бұрын Лайсу аталған екен дейді. Осы келісімнен кейін Мамырсу атанған жерде сол қалмақ пен қазақтың арасында бітім болды. Қалмақ содан бастап, мен ойлаймын, тікелей құжаттары жоқ, бірақ енді қазақтың өктемдігіне, үстемдігіне қарағанда қалмақ қазақтың құрамына, қазаққа жартылай бағынышты, вассалдық, я болмаса протектораттық негізде кірген болар ғой деп ойлаймын осы келісімде. Өйткені Халид жазбаларына қарасаңызда контекстінде осындай бір мәселелер сезіледі. Бірақ бұл келісімге Әмірсана қатысқан жоқ. 1754 жылғы Мамырсу келісімі. Ол Қытайға барды, көмек сұрап. Ол ойлады, Қытай арқылы мен Жоңғарияны қайтадан қалпына келтіремін деді. Қытай қалай Жоңғарияны қайтадан қалпына келтірді? Дегенде 18 ғасырда Қытайдың өзі Жоңғариямен 3 рет соғысып, қалмақпенен 3 ретінде де жеңе алмаса, әбден тісін қайрап жүрген Қытай Әмірсананы пайдаланды дағы Жоңғарияны шапты. Өйстіп қазақтардың 1754 жылы жасаған шабуылы нәтиже бермей қалды. Жаңа Әмірсананың кесірінен. Жаңа Әмірсананы қазақтың белгілі бір бөлігінің ұнатпайтыны да сол себептен, әлгі 4 ойратқа ылаң салды деп. Белгілі бір бөлігі, мысалы Абылай, Қожаберген сияқты бөліктер Әмірсананы қолдады, себебі қазаққа Қытай мен екі ортада буферлі мемлекет керек еді. Буферлі мемлекет керек болды. Тікелей Қытаймен бетпе-бет келмеу үшін қайткен күнде де Қытаймен шекарада қалмақтарды сақтап қалу керек болды. Мен сол себептен Қожабергенді қолдайтыны, оның жағында Абылайды қолдайтыны Әмірсананың осы себептен. Жалпы Әмірсананың бір сыпат туған туысқандар осы Қожаберген еліне кейін сіңіп кетті. Әмірсананың өзінің әйелі Битей, Қалдан Сереннің қызды осы сіздердің араларыңызда қалған, осы жерде отырған шығар, тұқымдары деп ойлаймын. Бар шығар деп ойлаймын, иә. Енді келіп, тағы да бір мәселе, көп сөз жүрген жоқпын ба? Бір мәселе ғана айта кеткім келеді. 1756 жылы соңынан Әмірсананы қуған болып Қытай әскері 2 колоннамен қазақ жеріне келді. Осы біздің Астанаға дейін жақындады, қазіргі мына жерге дейін жақындады. 20 мың әскер келген болатын. 20 негізінен мәнжүрлер болды, сосын халқа болды, арасында Қытайлар болды. Бұл әскер 2 бағытта жылжып отыр, біреуі Нұра бағытыменен, біреуі Есілді бойлап. Осы Астана маңы, жаңа Ниязтау аталатын жердің Астанаға жақын жер, 100 шақырым көп болса, Ботағара, Нұра деген жерлер аталатына Бәкен аударған документтердің барында да. Ол да осы Қарағанды маңайындағы жерлер, осы жерге дейін келді. Енді Шаған оба деген жер бар, Зайсанның жағында. Шаған обадан осы Ниязтауына дейін 12 үлкен қақтығыс болған екен дейді. Яғни күздің кезі қазақтар шегініп отырады, соғып кетеді, шегініп отырады, соғып кетеді. Сөйтіп 12 шайқас болған екен дейді. Қытайлар енді өз бетінше жақсы жазған болады. Бұны біз бәленше қазақты өлтірдік, 500 қазақты өлтірдік, 1000 қазақты қудық деген сияқты.
шын мәнінде мына партизандық соғыс жүргізіп отырған әңгімеге қарағанда. Сөйтіп шешуші соғыс 1756 жылдың ноябрь айында дәл осы қазір осындай бір лайсаң жаман уақытта Шүршіт қырған деген жерде болды. Шүршіт қырған осы Астанадан қатты алыс емес, жаңағы Осакаркаға барғаннан кейін Осакаркадан солға қарай молодежный жолына шықсаңыз, молодежный деген поселок бар. Молодежный поселоктың жанында шідердің бойында жаңа Шүршіт қырған аталатын бір алып үлкен бір тау бар. Тауды жағалай үлкен алаң бар. Нағыз енді үлкен соғыс болатын жер. Мен мына Қожаберген Шыбайғыр Қожаберген бабамыздың бүгін тойына жиналып отырған азаматтар бар, осы жерде мықты спонсор азаматтар бар. Мен сіздерге бір үлкен өтінішім бар. Мына басқа халықтарды қарасаңыз, өзінің сондай тарихи орындарын керемет құрметтейді. Мына орыстарда Бородино деген бар. Мәскеуге жақындатпай бір соғыс болған Бородино. Мына орыс әскерлері мен Наполеон арасында. Бородинодағы соғыста орыс француздарға үлкен бір соққы бердік дейді. Сондықтан Бородино алаңы деген керемет бір ескерткіштер кешенін жасап қойған. Бірақ кейін Бородинодан кейін Москваны беріп қойды. Москваны өртеп біріншісін шығарды. Сол Бородиноны керемет құрметтейді. Яғни жаңа Ирландияға барсаңыз, Ирландия деген мемлекет өз кезінде жеке мемлекет болған, қазір Англияның құрамында ғой. Бір не бар, Эдинбург қаласында бір көпір бар. Сол көпірде ағылшын әскерлеріне бір соққы берген екен Ирландия. Англияға бағынбай тұрып. Сол көпірді керемет жылына бір рет басшылар қосылып, жаңа жерде сол жерде бір құрмет жасайды. Сол соғысқан азаматтардың құрметіне. Сол сияқты біз Шүршіт қырғанда Қожабергенді құрметтейміз десек, біз Шүршіт қырғанды құрметтеуіміз керек. Жаңа айтып отырмын ғой, мен Мамырсуға биыл бардым, Аягөзге. Мына жерде Мамырсу келісімі бұл деген бір тақта тас жазылған екен. Оны бір темір столбты, темір бағанды орнатып, соған жіппен сыммен байлап қойыпты. Ал жанында Қасабай бейіті дейтін бейітке бір 20 метр деймін, әдемі жаңа жерде тұқымдары кесене салып қойыпты. Сондай ыңғайсыз екенді жаңа жерде. Біз өзіміздің аталарымызды жақсы көреміз. Қазақтың тарихына қатысты ұлы оқиғалар болған жерлерді біз жүрдің барын қараймыз. Енді Мамырсу келісім болған жерге бір әдемі жаңа Қасабай бейітінің жартысын жарайды. Бір 10 метр қылып жасаңыз енді, 20 метр. 10 метр жаңа Мамырсудың басына бір тас орнатуға болады ғой жаңа жерде. Мамырсу келісім болған жерге төбенің басына әдемілеп тұрып. Бізге енді біреудің атасының аса қажеті жоқ, шын айтқанда, ал енді Мамырсудың аса қажеті бар. Сол сияқты мына тағы да бір ескерткіштер ойға түседі, сондай бір күтімсіз жүрген. Мына жаңағы Шүршіт қырғанда да 20 мың Қытай әскерінен 2000-дай ғана қайтты, жаңа соғыстан кейін. Якоби деген Сібір әскерлеріне жауап беретін адам сол жазады. 20 мың әскер кіріп еді дейді, қазақ шекарасына қарай. Содан 2000-дай ғана әскер аман есен қайтты дейді жаңа жерде. 1756 жыл. Сол енді үлкен бір соғыс болған жерге осы жазды күні бәріміз жиналайық, әдемілеп тұрып барайық. Сол жерде архитектор жігіттер болса, сәулетші жігіттер болса, ақылдасайық. Бір әдемі бір стелла қойып жаңа жерде. Мына жерде Шүршіт қырған соғысы болды. Бұл қазақтың Бородиносы. Болмаса қазақтың басқа бір ескерткіштеп әдемі бір теңелерменен ешкімнің атын жазбай-ақ 18-ші ғасырдың қаһармандарына бас иеміз деген сияқты бір әдемі дүние жасап қойып отыр. Осы Астанадан аса бір алыста жер емес. Енді бір мәселені айтпай кетпесем болмайды. Байтайлақ батырға қатысты Қожабергеннің қатысты құжаттардың ішінде бақыт бауырымда аударып пайдаланған екен. Байтайлақтың аты аталынады. Енді мына документтерде Байдалы деп жүр. Енді Қытай транскрипциясында оқу оңай емес қой. Байтайлақ батыр. Байтайлақ батырды Қожабергеннің үлкен ұлдарының біреуі болу керек. Бұл енді келісімсөздерге қатысқан атақты батыр. Енді мына биылғы жылы маған осы мына шеруші азаматтар, осы біздің атамыз Байтайлақ батырға қатысты бір зерттеу жұмысын жасап берсеңіз деп, содан мен бір мақала жаздым. Мына жинаққа кірген екен. Байтайлақ батырды да ұмытпайық. Байтайлақ батыр
енді өзі қызық Қожаберген тағдыры. Енді Қожаберген өз атына басқалар таласады, Байтайлаққа таласады, мына шеру шарайында жаңа жерде. Ақыр түбінде енді атасының бейітін тапқан сияқтымыз, Байтайлақтың өзінің. Мына солтүстік Қазақстанда Ақжар деген ауданда Байтайлақ жерленген жер бар екен. Бұл 1741 жылғы мына Сүзекінің қолы деген қол кірген Қазақстанға, мына қалмақтар, жоңғардан. Сүзекінің қолы деп айтатын себебі мына орысша брейдинг дейді, сүзегі деген. Сол үш жақтан кірді. Септеннің әскері солтүстік ертіс бойлап кірді, оңтүстіктен Сарманжының әскері кірді, орталықтан Жалбы деген Ноянның әскері кірді. Абылай хан ұстап алатын уақыт қой, Абылай сұлтан ұстап алатын уақыт. Сол соғыстардың кезінде осы солтүстік Тобыл өңірінде де қырғын соғыстар болған, Септеннің әскерімен. Сонда Байтайлақ батыр сонда өлген 1741 жылы. Біз бұл батырлар хатқа түспегендіктен онша көп атай алмай жүрміз. Мына жерде Қараменді батыр, мына Семеновка атын өзгертіп, сол Қараменді атын қайтардық қазір, мына Қызай Қараменді батыр. Бұлардың барлықтары да 1740-23 жылдар өлген. Жаңа нағыз бір ауыр кезеңдерде өлген. Осы батырлардың да атын ұмытпайық, ұлықтайық сіздермен бірге. Оларға да арнап осындай бір конференциялар өткізейік. Мына конференциямыз жақсы нәтижелі болсын. Сіздермен бас қосқанымызға осындай әңгімелескеніме мен көп ризамын. Рахмет. Жамбыл Омарұлы, белгілі тарихшы, өлкетанушы. Бұл кісінің баяндамасы жақсы оймен аяқталды. Қазір оны біз қарарға енгізіп жатырмыз, ойларды. Арамызға мықты тұлға келді. Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты, белгілі ақын, мінбер дейді, трибун дейді. Сондай тұлға бұл Бақытбек Смағұлұлы. Мінбер дейді, трибун дейді. Сондай тұлға бұл Бақытбек Смағұлұлы. Бәкеңде бір қосып бақтап қойып, төргі шақырамыз. Бұл кісінің арнайы сөзі бар. Бәке, орнымызды Сармайдай сақтап келдік, бірақ төрді кетіп болып қалмасын деп, ұлы құралдың депутатын отырғыздық сіздің орныңызға. Айып етпесіз. Ассалаумағалейкумдер, ардақты ағайын, құрметті бауырларым. Мен қазір ғана мына жастар туралы халықаралық конференция болып, содан шыға алмай жеткен бойым кеш болса да келейін деп көргеніме қуаныштымын. Есігінің алдынан бір екі мая шөп тұрса, соны ұрлап бара жатқан адамға айырала, бақанала, жүгіргеннің бәрін батыр қылмай, шет жақта тағдырдың, тарихтың қойнауында қалған, көмескі болып қалған ұрпаққа өнеге болатын батырларымызды біз ұлықтай білуіміз керек. Сондықтан да сонау қиын қыстау кездерде пиғылға кеткен бауырларымыз ол тек қана өзінің жанын ғана бағып, малын ғана бағып емес, қазақтың қанын да, арын да бұзылмаған осы елге алып келді. Сондықтан да қазақтың бар батыры бізге ортақ дейтін болсақ, бұндай батырларымыз осы ұрпаққа тәуелсіз сана қалыптастыруға, Қазақстан осы қарулы күштерінің осындай ортасынан ой орын алып, бүгінгі өтіп отқан іс-шара аса маңызды деп ойлаймын. Себебі біз қарап та өмір сүрдік, жалтақтап, жалап та өмір сүрдік. Бірақ қазір шын мәнінде өзіміздің батырларымызды тани білуіміз керек, тани отырып намысымызды жани білу керек деп ойлаймын. Күнінде о кімдермен алыспады, шатырлап найзағайдай намыстары, сүйеніп найзасына таң атырып, үзеңгі кімдерменен қағыспады. Ерлерім қанша шапса арымайтын, ездерді жолдасым деп танымайтын, жау тисе жел жағына пана болып, қасында бірге жүрген Абылайдың, ұрпақтың қамын жеген Дархан бабам, халқына қай кезде де қалқан болған, қол бастап ту көтерген Қожаберген, жауларын ту-талақай талқандаған, алаш деп атойлаған арыстарын, үндерін жатыр жетіп алыстағы, елім деп еңіреген батырларым, даланың мәмлегер данышпаны, мәңгілік ел болам деп әлімсақтан, қан кешкен халқы үшін қарыншақтан, ұран боп ұлы дала батырлары,
қазақтың қалған жерін бағын сақтап. Шаралармен отырғаны табысып, біз енді жалпы мына батыр мен батыр сымақты, пысық пен пысықайды көп адам ажырата білмейміз. Сондықтан да бір жазғанымда жазып едім, мына менің бір бойымен ойы бірдей бір інім бар. Өзі әнші, өзі ақын, композитор, сазгер, сондай танымал болып, Бақытбек Смағұлдың белгілі қаламгер атанғаны қоғамымыздың аса жетістігі деп айта алмаймын. Сондықтан да қалай болғанда да біз осы елді мекендеміз. Қалай болғанда да мына рухани жаңғыруда өзіңнің жадыңды тануда осындай бабаларымызды тануға тиістіміз. Және бір аса бір мән беретін жер, біз мысалға Хуан Харис деген суретшінің, Испанияның Самарқаннан табылған Әйтеке бидің 54 жасындағы салған суреті бар. Қандай керемет, келбетінің өзі. Түрі қандай, тұлға қандай. Біз әйтеуір біреуге ұқсатып суретті сала саламыз. Сондықтан да әрбір батырдың айбыны жүзінде тұру керек. Оларды салғанда да көрінген адам өзінің ғана әулетіне ғана тартып емес, кәдімгі қазақтың тас батырындай, біреу қаймығатындай, өзінің жастарға жалын беретіндей қылып сурет салу керек деп ойлаймын. Сондықтан да біздің көп батырларымыздың түрін кейбір журналдарда бір тортқа ұқсайтын сияқты қояды да жеп қойғым келеді. Міне осындай бір қаһар болу керек, мұң болу керек, сыр болу керек жүзінде. Мен енді осы неге келгелі қуанып отырмын. Жаңа қасындағы бауырым өтініш айтып еді. Бәке, мынау Баянөлгейден келген бауырларымыз ғой, сан жақтан келген деді. Біз мына көбінесе көптеген жетістіктерге тәуелсіздіктің арқасында жетіп, осы арада бой көтеріп жатыр. Өкінішке орай, біздің айтыскер ақындарымыз да, жақындарымыз да бір жекешелеп алған сияқты бұра тартады. Ондай болуға болмайды. Олар тек қана бір рулы елдің ғана батыры емес, бүкіл жалпы халықтың батыры. Түсіне білетін болсақ, Қазақстанның өткен тарихын, менің тарихым деп атқан Қазақстан халқы ассамблеясын көтеріп атқан ауыр тарихтарды менікі деп атса, жалпы ортақ тарих. Біз өзімізден өзіміз бөлек деп атсақ, басқаға жадында жаттата алмаймыз. Сондықтан да оны тану үшін біз ортақ тұтастық, ұсақ танудан гөрі тұтас тану. Өйткені олардың елдің тұтастығын жүрді ғой. Армысыңдар, абақ керей ұрпағы, ұмытқан жоқ өздеріңді жұрт әлі, оралар деп отанынан күтуде, бай өлкеге ұшып кеткен сұңқары. Армысың барақ бидің ұлдары, еңкеймеген ешкімге де туғалы, атажұрттан көз жазып қапыда, қиыр қонған сонау қиын жылдары. Армысың шақабайлап шапқан ел, тағдыр сорын татудай ақтатқан ел, соңдарыңнан сәлем жолдап жіберді, айы туып таңы қайта атқан ел. Армысың ер Жәнібек шыққан ел, армысың ер Жәнібек шыққан ел, мәрттігімен сырдан сырғып ыққан ел, қара тамақ найзал сап шашақтап, ақ торғыннан ту ұстаған тұтқан ел. Армысың ақытқа жүгіріскен ел, имандылық жүрегінен өшпеген, күлтегіннің өсиетін қайталап, ер түрік көк байрағын көксеген. Армысың Оспан батыр әулеті, намыстен оянудың нәубеті, көк байрақтан алтын арай нұр шашып, шаңырағынан сығалаған сәулесі. Отан қалды сыр бойында боздаған, атан қалды сай сүйегін қозғаған, күтіп жатыр боз биесін құрбан қып, боз селеулі бабам жатқан боздалаң. Кеткен кім бар елді сатып ардақтап, келдім содан ата жолын ардақтап, сол баяғы бұхар жырау сияқты барақ биге арзу айтқан салмақтап. Сендерменен өсе түсер айбарым, нарылдарым намысыңды қайрадың, бетке тұтып Баянөлгей аймағын, іздеп келдім қазағымның қаймағын. Уақыт келді табылатын бір жерден, көтергенде қазақ елі байрағын. Алған соғысынан бәргені құлағының жеріне ерінің көтеріп, кеудесінде қызыл жұлдыз ордені бар ауған соғыс ардагерлерінің ұйымының төрағасы. Құрметті ағайын-туыстар, мына соңғы 20 жылдың ішінде дала академигі деген термин қалыптасты.
Ол енді әр адамға беріле бермейді. 18 миллион 100 мың халқымыз бар Қазақстанда. Сондай атақ бір адамға берілді. Ол адам Лев Николаевич Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің профессоры, филология ғылымының докторы, профессор Негимов Серік Нехматалыұлы. Өзі батырларды, билерді, жырауларды 18 ғасырда насихаттап жүрген мықты азамат батырлар соның ішінде ерекше орын алады. Былтырда да Малик Габдуллин батыр туралы керемет монография жазған автор Халық академиясы Серік Нехматалыұлы. Хан бар еді бір кезде ақ сұлтанға ұқсаған, Әбілқазы бар еді қас сұлтанға ұқсаған, батырларым бар еді ақ семсерге ұқсаған деп Құмар Қараш айтқандай, батырлардың тұйғыны баһадүр, өзі шешен, өзі тілмәр, жаңағы Қожаберген батыр туралы мына біздің Бақыт Ежанқанұлы бірегей, кесек, ұлы шығарма тудырған. Син билеушілері, қолбасшылары, мына кімнің кітабында бар? Бақыт Ежанқанұлының кітабында. Қожаберген батырмен қара барақ бастаған қазақ елшілерін жинайды, 130-дай. Сонда алдын ала син билеушілердің алдында Қожабергеннің дауысы Дәуіт пайғамбардың дауысы сияқты екен. Саңқылдатып дұға оқиды. Сол дұға оқығаннан кейін Қытайдың ескі көне дәстүрінде мына кімнің жазуы Бақыт Ежанқанұлының Қожаберген батыр сөзін бастайды. Жоғары мәртебелі патша. Мен оны өзгертейін деп тұрмын. Алтын жүзді халқым, ер қазағым, нар қазағым, алталашым. Түмен жыл жасасын. Құт берекесі асқар тау мен толағай теңіздей мәңгі жалғассын деген осы бір сөзді, осы бір дала лебізді, осы бір жаңағы сес, осындай керемет сөзді осы қайталағым келіп тұр. Біздің мына менің тақырыбым енді жаңағы өзімді жаңа көріп отырмын, былай деп айтқан екен, бағдарламада қазақтың ауызша және жазба әдебиетіндегі Қожаберген батыр бейнесі деп. Бірақ енді жаңа ғана осы кітаптың ішінен қарап отырмын, Ақелді Тойшанұлының оның мақаласында 1977 жылы 11 қазанда Құнанбайұлы Шәкер өзінің ұлы Манасқарда керемет жаңағы дастан жырлаған екен. Соның ішінде осы Қожабергеннің бүкіл ерлігі, жаңағы қаһармандығы, ортасы барлығы сипатталған екен жаңағы. Енді ол кісінің Қожаберген батырдың ұрпағы жаңағы Манасұлы Шәкер, Манас қызы Баянды, осы біздің Қарағанды облысында тұрады екен, осы жерде болу керек. Ал енді енді мен осы Қожаберген батыр туралы Бақыт Ежанқанұлының монографиясын осы сүзіп оқыдым. Теңізде маржан сүзгендей, маржан тергендей, жаңағы